Қыздар, қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мінекей мен мантыны бүккен кезде қалған қамырды тиімді қылып қолдану тәсілін көрсеткім келіп тұр. Бұл мен үшін лайф өте тиімдісі. Қалған қамырды тастамайсыз, қатырып қоймайсыз. Дәл сол уақытта өте балғын, бауырсақ секілді, қаттама қамыр сияқты қылып жасасаңыздар болады. Оған тәтті джем берсеңіз де болады, болмаса сахарная пудрамен сепсеңіздер де болады. Өте дәмді болады. Балаларға жақсы қатты ұнайды. Сол пәсте свежий кезінде, балғын кезінде жеп қояды. Және шайға жасағанға да өте ыңғайлы. Мінекей осылай қамырға жақсылап тұрып қуырып аламын. Екі жағынан қызартып қуырып алған соң бетіне сахарная пудра сеуіп, және де соны дастарханға қоямыз, болды. Осымен өте керемет лайфхак. Демде әрі тез, әрі дәмді. Сіздермен болған мен Жанка. Жасап көріңіздер. Жасап көрген соң қыздар пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Ұнады ма, жаза отырыңыздар.